Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет, мерекелік дастарханның көркі болатын, қазіргі таңда хит болып жатқан тюльпан самсаларын дайындайтын боламыз. Бір ыдысқа бір жұмыртқа және де бір жұмыртқаның ағын салып, тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен айран, сүтімізді және сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Үстіне ұн салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қолға жабысатын өте жұмсақ қамыр шығады, көп ұн қоспаймыз. Бетін жауып жарты сағатқа демалдырамыз. Салмасына өзіңіздің қалауыңызша қолдансаңыз болады. Қамырымызды біркелкі кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Менде мұнда 40-45 грамм қамыр шықты. Өлшеп солай бірдей етіп алсаңыз болады. Қамырымызды қатты жұқа етпей жайып аламыз. Шетін кесіп, үстіне салмасын салып, орап шығамыз. Тюльпан тәрізді өте әдемі болып шығады. Түбін бекітіп, қолымызбен кішкене формаға келтіріп жібереміз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген жаңа рецепттерді алғашқылардың қатарынан білетін боласыз. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жеріп, самсаларымызды батырып аламыз, немесе өзіңіз щетканың көмегімен жағып шықсаңыз да болады. Бетіне қалауыңызша сәндік үшін кунжут сепсеңіз де болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Шамамен 45-50 минут. Кез келген дастарханның сәнін келтіреді және де қарапайым ғана азық-түліктен тұрады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.